Ассалаумағалейкум достар. Қажылық умрада көп кездесетін сөздер бар. Солардың мағынасын үйреткім келіп тұр сіздерге. Ең алдымен өте көп кездесетін сөздер бұл жерде я хаджи деген сөз. Қажы деп ер кісіге айтады, яғни қажылықты өтеп жүрген кісіге. Я хаджи немесе я хаджия деген қажы әйел. Сосын ялла деген сөз бар, ол жерде көп қолданылатын. Ялла деген кет, жүр, қозғал деген мағынасы өте көп. Ялла деген немесе кеттік деген мағынада қолданыла береді. Истаджил тездет, асық. Матар деген әуежай сөздердің харекелер болмағандықтан оқып беріп отырмын. Фундук, фанадик деген қонақ үй. Матам, матағайым деген дәмхана, суық, базар. Қаншадан деп сұрайтын болсаңыз, бекем деп сұрайсыз. Харам деген екі мешіт. Мекке Мединадағы мешіттерді харам деп атайды. Риялейн, 2 риал. Ашар риал деген 10 риал. Хамса риал деген 5 риал. Саррафа деп банкоматты айтады. Питоқа құжат. Жауаз сафар деген паспорт. Тәшира деген виза. Минвейн деп сұрайды. Қай жақтансыз деген кезде минвейн деп сұрайды. Диалект түрде. Эржа деген кері қайт. Этла кет, шық деген мағынада. Хасым жеңілдік, акция немесе скидка деп айтуға болады. Факкун деген ақшаны майдалау, ақшаны сақтау. Құддам деп алда немесе алға қарай жүр деген кезде құддам деп айтады. Ол жақта негізінде қоф әрпі Саудия елінде г деп айтылады көбінесе. Гуддам деп көп айтады. Гуддам. Пайғамбардың қабірі дегенде габр нәби деп айтады. Қ әрпі ол жақта г деп айтылады. Әт-тәслим, сәлем беру пайғамбарға. Раудат шарифа деген пайғамбардың қабіріндегі бақша деп айтылады. Бұл жер жерлеген қабірі мен минбердің арасы. Каба байтулла деген Меккедегі қара тас. Хажар-ул асвад, сол қара тас несі Кабадағы қара тас. Кисо деген Кабаның жамылғышы. Ләусамақ деп кешіріңіз, есенейте деп сұраған кезде айтылады. Шукран, рахмет. Афуан, оқас жоқ. Лә, жоқ. Наам, ия. Сифара деген елшілік. Мәктәбіл мафқудат, жоғалған заттар бөлімі, яғни бір затыңыз жоғалып қойсаңыз, осы мәктәбіл мафқудатқа барасыз.